Біз оны үнемі азаптайтын бөтен планеталықпен проблемасы бар жас Хэнкті кездестіреміз. Хэнк қалыпты өмір сүреді, бірақ бұл жаратылыс оны барлық жерде табандылықпен қуады. Біз сондай-ақ оның досы Стейсиді кездестіреміз. Ол бір күні оны досы Тед киімге айырбастауға шешім қабылдағанға дейін әрқашан оның жанында болды. Бірнеше жылдан кейін Хэнк жаратылыстану пәнінің мұғалімі болады және өзінің ескі мектебінде сабақ береді. Бактериялар туралы түсіндіру кезінде оның бұрынғы құрбысының қызы Грейс одан бұл не екенін сұрайды. Біраз ойланғаннан кейін Хэнк бұл не екенін және оның жерде қашан пайда болғаны туралы ешқандай жазба жоқ екенін айтады. Ол алғаш рет пайда болған кезде оның бар екенін ешкім дерлік байқамағанын, бірақ ол күн сайын өсіп келе жатқанын түсіндіреді. Хэнктің айтуынша, ол бұрын бұл тіршілік иесі қозғалмайды деп ойлаған, немесе олар солай ойлаған. Ол тіпті оны баяу өсіп, жайылып, барлық жерде таралатын, бірақ өтіп бара жатқан көліктерді елемейтін өсімдіктермен сыпырады. Адамдар оны жоғалғанша елемеуді жөн көреді, бірақ оның адамдарға шабуыл жасап жатқаны туралы қауесет тарай бастады. Біз сыныпқа қайтып келе жатқанда, мектеп қоңырауы соғылып, барлығы бөлмеден шығып кетеді. Хэнк әлі күнге дейін өткенді жеңе алмай, Грейстің анасы туралы сұрауға бел буады. Қыз бұл сұрақты бір түрлі деп тауып, жауап бермеуді жөн көреді. Хэнк әкесінің қазір сатылатын ескі барына барады. Жауапты делдалдар Тед пен Стейси болып табылады. Грейс ата-анасымен бірге жүреді және оның туған күні туралы сөйлескенде Хэнктің назарын бір нәрсе аударады. Ол Стейсимен соңғы рет қашан болғанын есіне алады және Грейстің оның қызы болуы мүмкін екенін түсінеді. Үмітін үзген Стейси келіссөздерді тез арада тоқтатады. Ал Хэнк өзінің күмәнін сейілту үшін Грейстің сілекейін жинауды шешеді. Ол бұрын студенттерінен дінық сынамасын алу үшін алған. Бірақ зертхана жабылды және ол бұл жерден кетіп бара жатқанда тіршілік иесінің оны бақылап тұрғаны белгілі болды. Грейс отбасымен біраз уақыт өткізеді және ашулана бастайды. Өйткені оның ата-анасы сырттан келетін қауіп туралы алаңдамай, тек байлық туралы ойлайды. Ашуланған сәтте жас келіншек осы жаратылыстардың біріне шабуыл жасауды шешеді. Бірақ ол кеткеннен кейін ол тез қалпына келеді. Хэнк олардың біреуінің үйіне басып кіргенін байқаған кезде үйде болды. Бұл оны қорқытты, өйткені оның өткір ұшы оған бағытталған. Бұл оны қызықтырды. Сондықтан ол оны лақтырып тастап, зерттеу үшін бір бөлігін жинады. Ол бұл тіршілік иелерінің қараңғыда қозғала алатынын, бірақ ультракүлгін сәулелерге шыдамайтынын анықтады. Хэнк өткенді еске түсіру үшін музыка тыңдап, ұйықтап қалады. Ал интернетте адамдардың бұл жиіркенішті нәрсені жалап жатқаны туралы бейнелер таралып жатыр. Келесі күні таңертең Хэнк Грейске ұсыныс хатын тапсыру үшін келеді. Ол оған жақындауға тырысады, бірақ бұл әрекет сәтсіздікке ұшырайды. Өйткені қыз өзін жай ғана бұзық мұғалім деп санайды. Кейінірек Хэнк жұмбақ адам кіргенше барды ашу үшін бәрін реттейді. Ол бардың әлі ашық емес екенін ескертеді. Бірақ ер адам оны елемей, бір стақан виски сұрайды. Хэнк сусын беріп жатыр, бірақ келушінің бір түрлі түрін байқады. Ол стаканға қолын тигізгенде, оған сол жағымсыз шырыштың тамшылары түседі. Ал Хэнк көп ұзамай тағы бір сусын ішуді ұсынады. Алайда, ер адам стаканға жасыл шырышты құсып жіберді. Ал Хэнк дәрігерді шақырған дұрыс деп шешті. Және ол мұны істегенде, оның котенкасы ер адамға жақындай бастады. Бірақ көп ұзамай оны жеп қойды. Хэнк бұл жаратылыстың адам емес екенін түсінеді және ол оған шабуыл жасау үшін жақындап келеді. Ол өзін қорғау үшін балғасын тез тартып алады. Ал жаратылыс балғасын жою үшін өсімдіктерін пайдаланады. Жаратылыс иесіне одан да тереңірек енеді. Ал Хэнк оған шабуыл жасау үшін ағаштың бір бөлігін босатуға тырысады. Адам мұны істей алады. Бірақ бұл жаратылысқа ешқандай әсер етпейді. Енді бұрышта тұрған Хэнк өзінің бұрынғы тәжірибесін есіне алып, оны сынап көруді шешті. Ол тіршілік иесіне жарық түсіргеннен кейін, ол тез жанып, оқиға орнынан қашып кетеді де, Хэнкті осының бәрінен шошытады. Түнде сол жерде кеш өтіп жатыр. Ал Грейс жігітімен бірге Хэнк туралы пікір білдіріп жатыр. Дилан Грейсті одан сайын мас қылып жатқанда, Гриффин есімді бала жағдайды бақылап отырып, әрекет етуді ұйғарады. Грейс одан оларды жалғыз қалдырып, өзіне ғашық болған ең жақын досы Хизердің артынан баруын сұрайды. Гриффин келіседі де кетеді. Бірақ алдымен Диланның қолынан бір бөтелке алкогольді алады. Осы уақытта Хэнк болған оқиға туралы хабарлау үшін полицияға хабарласады. Полицейлер оның ескі достары Джон мен Джим. Бірақ Хэнк олардың да жұқтыруы мүмкін екенін түсінеді. Ер адамдар Хэнкті бұрынғы күндердегідей көңіл көтеруге шақырады. Бірақ ол болған оқиғадан қорқып, кетуге тырысады. Олар оны тоқтатып, көлігінде оған тосын сый күтіп тұрғанын айтады. Полиция қызметкері есікті ашқанда, Хэнк олардың қасында жұқтырған әріптесінің бар екенін көреді. Ол сыртқа шығуға тырысады, бірақ оның жолына түсіп, көлікке отыруға мәжбүр болады. Көліктің ішінде тіршілік иесі Хэнкке шабуыл жасамақшы болады. Ол әйнек сынған кезде қашып үлгеріп, қашып кетеді. Тез көлігіне қарай Хэнк көлігін іске қосады, бірақ ескі көлік тоқтап қалады. Ал полицейлер оны қуып жетеді. Хэнк олардың әуестеніп кеткенін сұрайды, бірақ олар ренжіп, Икси деп аталуды жөн көреді. Олар таңдалғанын айтады. Ал Хэнк көлікті іске қосуға тырысады.
және оны бағаламайтындар жойылады деп мәлімдейді. Офицер оқ атпақшы болғанда, Хэнк көлікті іске қосып, қашып үлгереді. Сонымен қатар, кеште Грейс Диланмен өзі жексұрын деп атаған жаратылыс туралы сөйлесуге тырысады. Бірақ ол бұл тақырыпты елемейді. Грейс жағдайды байыппен қабылдауын талап етеді. Дилан сыртқа шығып, таза ауа жұтуды шешеді. Ал Хизер де кеште және төбесінде Гриффинді байқайды. Хэнк Грейске Хтың қауіптілігі туралы ескертуге тырысады. Бірақ онымен байланыс алмайды. Содан кейін ол қазіргі жағдайды ескере отырып, оның әкесі болуы мүмкін екенін мойындаудан басқа амалы жоқ деп шешеді. Алайда Грейстің анасы жауап беріп, оның әкесі емес екенін айтады. Сондықтан оны телефонды қою керек. Себебі оны жұқтырған полицейлер қуып жүр. Төбедегі Хизер Гриффинмен сөйлесіп тұр. Ал Грейс жағымсыз тіршілік иесіне жақындауға тырысады. Хэнк полицейлерден қашуға тырысады және бұл тіршілік иесінің жануарларға да жұқтырғанын байқайды. Ол біраз қашықтыққа шегініп үлгерді, бірақ оның көлігіне жабысып қалған тіршілік иесін күтпеген жерден ұстап алып, оны тоқтатуға мәжбүр етті. Хэнк тағы да қашуға тырысады, бірақ жабысқақ масса көлікті толығымен орап қойған және оған полиция қызметкері жақындап келеді. Олар Хэнктің көлігіне жетіп қала жаздаған кезде ол тез қашып, жүгіруді жалғастырады. Жұқтырған полиция құйрығына ілінуді жалғастыруда, ал Хэнк ауру сиырдан тез жалтаруға мәжбүр. Ақыры жаулары оған тап болады. Олардың біреуін лақтырып жібереді де, Хэнк қашып үлгереді. Хэнк кешке келіп, барлығына не болып жатқанын ескертеді. Ал бәрі оны мас деп ойлап күледі. Ақырында ол Грейсті тауып алып, оны алып кетуге тырысады. Бірақ оны Дилан тоқтатады. Ол оны бұзық деп атайды. Дилан оған сүйіктісінен аулақ болуға кеңес береді және анасы жеткіліксіз болды ма деп сұрайды. Ал Грейс одан кетуін сұрайды. Дилан оны жақын уақытқа шақырады. Бірақ Грейс бас тартады және басқа бөлмеде ұйықтауға шешім қабылдайды. Ал Дилан оны басқа қызбен алдауды шешеді. Екеуі бір-бірін жақсы көру үшін жоғарыға көтеріледі және біз жанжалдың тез таралып жатқанын түсінеміз. Кеш жүргізушісі жуынатын бөлмеде болған кезде шамдар жыпылықтай бастайды және ол раковинадан бір түрлі нәрсені көреді. Содан кейін ол қолын суға түсіруді ұйғарады. Бірнеше тал шашты тауып алады да айнадан өзіне қарап күледі. Оның үстіне жағымсыз шырыш түсіп, басын көтергенде тіршілік иесі сол жерде болып, оны жоғары көтеріп, оған шабуыл жасайды. Хизер мен Гриффин төбеде сөйлесуді жалғастыруда, тіпті оларға жақындап келе жатқан тіршілік иесінде байқамайды. Ал бұрын суға батып кетті деп өтірік айтқан бала қазір шынымен де айқайлап жатыр. Ал қыздар бұған мән бермейді. Өйткені ол бұрын өтірік айтқан және бассейнде вирус жұқтырған кезде суға бата бастайды. Гриффин мен Хизер сүйіскелі жатыр. Өйткені тіршілік иесі бассейндегі барлық адамдарға шабуыл жасауды шешеді. Үйге қайтып келе жатқан Хэнк айғайлаған дауысты естіп, қайтуға бел буды. Бірнеше адамға шабуыл жасалып, Гриффин мен Хизер үйдің бір бөлмесінен қашып үлгерді. Бірақ ол жерде болған баланың жолы болмай, құбыжықтың қолына түсіп қалды. Екеуі қашып бара жатқанда, құбыжық үйдегілердің бәрін өлтіреді. Кейбіреулер қарсы тұруға тырысады, бірақ бұл сөзсіз. Дилан әлі де қызбен бірге бөлмеде. Оның жұқтырғанын түсінгенде және оған қараған кезде оның жаңа келбетіне таңғалады. Грейс әлі бөлмеде. Ол көзін ашқанда, жаратылыстардың бірі оның үстіне құлап түседі. Бірақ ол сәтті болады. Өзін жаймамен қорғау үшін оны жұтып қойғалы жатқанда, Хэнк оған жетіп, оны құтқарып қалады. Ол оған бұл жәндіктердің оған қол тигізуіне жол бермеуін айтады және олар кетуге тырысқанда, олардың алдында тұрған жұқтырған баланы тауып алады. Ал Хэнк есікті уақытында жауып үлгереді. Грейс пен Хэнк қоршалған және бәрі жоғалып кеткендей көрінгенде, оларды сырттағы жұмбақ ультракүлгін сәуле құтқарады. Бұл вирустың таралуын болдырмауға келген әскер екені белгілі болды. Командир қаладағы ең маңызды орынның не екенін сұрайды және көп ұзамай барлығын қалалық супермаркетке көшіреді. Хэнктің отбасы мен Грейсті де сол жерге апарады. Ал командир хабарландыру жасайды. Ол өзін Кейт Прентис деп таныстырады және осы штаттың федералды үкіметінің әрекеттеріне жауапты екенін айтады. Ол олардың басты мақсаты бұл қаланы құтқару емес екенін айтады және бәрі реттелгенше барлығына карантинді сақтауды ұсынады. Әйел өздерінен маңыздырақ не болуы мүмкін екенін сұрайды. Ал Кейт олар су электр станциясының бөгетін қорғау үшін Уиклсбергке бара жатқанын айтады. Хэнк бұл қанша уақытқа созылатынын сұрайды. Ал әйел ең көбі 4-8 жыл деп жауап береді. Бұл халықтың наразылығын тудырады. Ал командир үкіметтің оларды құтқаруға ресурстары жоқ екенін айтады. Әйел барлығына икмен байланысқа түспеу үшін есіктері мен терезелерін құлыптауды ұсынады. Қала тұрғындары келіссөз жүргізгісі келмейді. Сондықтан әйелдің шыдамы таусылып, барлығын қуып жібереді. Хэнк әлі күнге дейін көз алдында қалады және командирге ультракүлгін сәулелену туралы теориясын түсіндіреді. Әйел оған мән беріп тұрғандай кейіп танытып, Хэнктің бет әлпетін мазақ етеді. Және ол көп ұзамай оның күлгенін түсініп,
кететінін айтады. Әйел бұл олардың бірінші ашқан нәрсесі екенін түсіндіреді. Дегенмен, үкіметтің сұранысты қанағаттандыру үшін ультракүлгін сәулеленуі жеткіліксіз. Қазір қала тұрғындарының барлығы дерлік карантинде, ал кейбіреулері көшелерді жиіркенішті нәрселерден тазартуға тырысуда. Күн сәулесінің астында тұрғындар үйлерін тастап кету мүмкіндігін пайдаланады. Ал Хэнк барға барғанда да солай істейді. Хэнк қазір топтық терапиядан өтіп жатыр және барлығының біртүрлі әрекет етіп жатқанын байқады. Көп ұзамай психолог оның да жұқтырғанын және айналасындағылардың бәрі осы тіршілік иесіне жақындап келе жатқанын біледі. Сондықтан Хэнк кетуге шешім қабылдады. Грейс Диланмен сөйлеседі және ол енді қаладан кеткісі келмейтінін айтады. Бұл оны алаңдатады. Грейс қазірдің өзінде қараңғыланып бара жатқанын түсінгенде, ол тез мазасыздана бастайды және олар ол жерде болмау керектігін айтады. Дилан одан уайымдамауын өтінеді. Ал ол оған шабуыл жасамақ болғанда, ол тез арада бұрыш спрейін пайдаланады. Хэнк оқиға орнына келіп, қызға оны алып кетуді ұсынады. Ал екеуі көп ұзамай бұл жерден кетіп қалады. Хэнк Грейске Диланның жұқтырған болуы мүмкін екенін айтады, бірақ қыз оны байыппен қабылдамайды. Ал ер адам олардың соңынан ергенін байқайды. Көп ұзамай жерде тіршілік иелері пайда бола бастайды. Ал Хэнк көлік аударылғанша бір жаққа бұрылуға мәжбүр болады. Екеуі аман қалды, бірақ қазір оларды құбыжық қоршап алды және жақын жерде ешкімнің көмегінсіз. Грейс телефонын пайдаланады. Ал Хэнк одан бұл туралы жарияламауын өтінеді. Оған ол эвакуаторы бар немере ағасына қоңырау шалып жатқанын айтады. Осы сәтті пайдаланып, Хэнк олардың бір-бірімен жақынырақ танысуы мүмкін екенін айтады. Бірақ ол мұның бәрін біртүрлі деп санайды және оған назар аудармайды. Ол сөзін жалғастырып, оған жақындауға тырысады. Ал ол бұрыш спрейін алып, оған жақындамауын өтінеді. Хэнк ол туралы ешқашан мұндай ойда болмағанын айтады және ол қазір бәрі анық екенін айтады. Ол себебін сұрайды. Ал ол еркектерді ұнататынын айтады. Осы уақытта вирус көлікке қарай жүре береді. Ақырында Грейс оның ішінен днқ сынамасын тауып алады. Ол мұғалімді құттықтайды, бірақ оның өзін түсіндіруге уақыты жоқ. Өйткені ол көп ұзамай анасының онымен бірге түскен суретін көреді. Бұл оның ашуын туғызады және ол жеңіліске ұшыраған әкесінен гөрі ақымақ әкесін артық көретінін айтады. Ал Хэнк одан тек ұстап тұруын сұрайды. Өйткені көп ұзамай тіршілік иелері оған шабуыл жасай бастайды. Көлікті басқарыңыз. Олар көлікті айдап бара жатыр. Ал Грей әлі де шындықты білгісі келеді. Неге 18 жылдан кейін ол мұны әлі де білгісі келетінін сұрайды. Хэнк барда ата-анасымен сөйлескенге дейін ешқашан білмегенін айтады. Бірақ Грейс оны әкесі ретінде мойындағысы келмейді. Бұл тіршілік иелері дауласып жатқанда көлікке отыруға тырысады. Ол бұл қаладан кету керек дейді. Грейс 18 жастан кейін оның әкесі сияқты әрекет ете алмайтынын айтады. Ал Хэнк бұл туралы ойлаудың қаншалықты қорқынышты екенін түсінетінін айтады. Бірақ ол бөтен жаратылыс басқаратын қалада тұрғысы келмейді. Грейс оған ашыла бастайды және ол оған ең қажет болған кезде және ол жоқ кезде оның қайда болғанын сұрайды. Оның айтуынша, ол тіпті отбасы туралы ештеңе білмейтін шығар, бірақ оның қалуына себеп болған осы нәрсе деп жауап береді. Хэнктің өз идеяларын түсіндіріп бітіруге уақыты жоқ. Өйткені көп ұзамай оларға құбыжықтар шабуыл жасап, көлікті жылжыта бастайды. Содан кейін Грейс аттарды өртеу үшін бұрыш спрейін пайдаланады. Осылайша екеуіне уақыт ұтады. Көлік өртеніп, Хэнк жолды тазалауға шығады. Ал Грейс артта қалып, днқ сынағы үшін қағазды алады. Екеуі аман есен шығып үлгерді. Көп ұзамай Грейстің немере ағасы пайда болды. Ол осы дақтарды кетіру үшін ультракүлгін сәулесін пайдаланады. Келесі күні Грейс днқ құжатын ашуға батылдық танытады. Ал Хэнк барда марқұм әкесін көріп отыр. Олар қысқа әңгімелеседі. Ал әкесі оған бәрін, тіпті сынған аяғын да емдей алатынын айтады. Ал құбыжық одан олардың қатарына қосылуын сұрайды. Бірақ Хэнк бас тартып, мекемені өртеп жібереді. Осы уақытта Грейс Диланмен қайта қосылды. Ол сырттағы қауіпке неге ешкім мән бермейтінін сұрайды. Бірақ Дилан өзін табиғи ұстайды және ешқандай қауіп жоқ екенін айтады. Хэнк бітіру кешінің қай жерде өтетінін біліп, Грейстің анасымен сөйлеседі. Хэнк неге оған қызы туралы ешқашан айтпағанын сұрайды. Бірақ әйел мұны жоққа шығарып, оның Грейстің әкесі емес екенін айтады. Ол талап етіп, одан шыншыл болуын сұрайды. Бірақ ол өзінің 100% шыншыл екенін айтады және Хэнк бұған сенгісі келмейді. Құбыжық Стейсиді жер астына сүйреп апарғанда, ол оған көмектесе алмайды. Түнде Хэнк жартастың басына барып, өз жағдайын жоқтап, өз өмірін қиюды жоспарлайды. Бірақ ол секіргенде Теттің сол жерде қауіпсіздік торын орнатқанын көреді. Грейс пен оның жігіті бітіру кешіне келеді. Ал жиналғандардың бәрі қауіп-қатерге мән бермейді. Хэнк әлі де желіде. Ол лақтырып жіберген дыбыс жүйесін қашан тауып, оны қайтадан пайдалануды шешкені туралы ойлануда. Оның әндерін тыңдап отырып, ол бүкіл қалада электр қуатының өшіп қалғанын байқап, Грейстің артынан баруға бел буады. Бітіру кешінде Грейс пен Дилан доптың королі және патшайымы болып тағайындалады. Ал Хэнк ультракүлгін шамдарды алу үшін үйіне барады. Ол ультракүлгін шамдары бар костюмді жинап, жолда Тетпен кездесіп қалады.
ол одан кетуін сұрайды, бірақ Тед бас тартады. Хэнк Грейстің оның қызы екенін айтқысы келгенде, жаратылыстар екеуіне жақындай бастайды. Мектеп ішінде ерлі зайыптылар бітіру кешінің дәстүрін орындағалы жатыр, және бөлмеде жалғыз қамалып қалады. Бірақ Грейс әкесінің Дилан туралы айтқанын ойлағанда өзін жайсыз сезінеді. Сыртта адамдарға шабуыл жасалып жатыр. Ал Тед иккемен бірге көлікте қамалып отыр. Бірақ Хэнк оны құтқара алмайды. Өйткені терезелері ультракүлгін сәулелерден қорғалған және оқ өткізбейтін. Хэнк оны тастап, Грейстің соңынан еруді шешеді. Ал құбыжықтар адамдарға шабуыл жасап, оларды өлтіреді. Грейс Диланмен бірге тұзаққа түсіп қалды, және ол оған шабуыл жасамақшы. Бірақ Хэнк дер кезінде келіп, Диланға ештеңе істемеуін өтінеді. Бала оған қарсы тұруға тырысады. Бірақ Хэнк оның басын тез ұрады. Ал ол есінен танып қалады. Ал қалған адамдар шабуылға ұшырайды. Олар мектеп дәлізімен келе жатыр. Ал шығуға жеткенде Дилан келіп, жарықты сөндіру үшін Хэнкке су құйып жібереді. Олар бөлмеге жүгіріп кіреді. Ал Дилан шабуыл жасау үшін олардың артынан қуады. Ал Хэнк өзін қорғауға тырысады. Бірақ бала балғасын алып, оны ұруға тырысады. Грейс Хэнктің назарын аударып үлгерді, және ол осы мүмкіндікті пайдаланып, баланы пышақтап тастады. Бірақ бұл нәтиже бермеді. Ол Хэнкке тағы да шабуыл жасамақ болғанда, Грейс оның назарын аударады, және екеуі оны өлтіріп үлгереді. Гриффин мен Хизер сыныпта жасырынып жүр. Өйткені құбыжық үй-жайға басып кіріп, оларды шатырға қашуға мәжбүр етеді. Гриффин биікке көтеріле алады, ал Хизер төменде қалады, және олар ақыры кездескенше аман қалу үшін қашуға тырысады. Хэнк Грейстің ата-анасымен болған оқиғаны айтып береді. Сол кезде Хизер мен Гриффин шатырдан құлап, екеуін де қорқытады. Бұл жерге кіруге тырысатын тіршілік иелерінің назарынан аударады. Ал Хэнк стадионға бару керек екенін айтады. Өйткені ол жерде жарық жанып, ультракүлгін сәуле шашады. Топ құбыжықтардан жалтарып, стадионға қарай жүгіреді, және көп ұзамай олар басқару кабинасына жетеді. Бірақ сымдар үзіліп, ажыратылғанын көреді. Хэнк Гриффиннен сымдарды қосып, оларды мүмкіндігінше тезірек қосуды сұрайды. Өйткені ол сыртқа шығуы керек. Ол кетіп бара жатқанда, Грейс оны құшақтап, сәттілік тілейді. Көп ұзамай Хэнк өз сынағын бастап, негізгі қосқышқа қарай жүгіреді. Жігіттер топ болып, тез жұмыс істейді, және сымдарды жөндеп үлгереді. Бірақ Хэнкке негізгі қосқышты қосу қиынға соғады. Өйткені оған икки шабуыл жасайды. Хэнк стадионның ортасында бұрышта қалады. Өйткені ол жұтып қойған барлық адамдарды ұстап тұрған ең үлкен тіршілік иесі пайда болады, және Грейстің ата-анасы оларға шабуыл жасауға тырысады. Бірақ әріптестері оларды тез тоқтатады. Содан кейін Хэнк топты негізгі қосқышқа соғу үшін лақтырады. Осылайша Грейс шамдарды қосып үлгереді. Бұл құбыжықтардың шабуылын тоқтатуға мәжбүр етеді. Грейс Диланды аяқтау үшін балғаны ұстап алады, бірақ Хэнк оны тоқтатады. Осы кезде шамдар сөніп, балға сынып, оны соғып, есінен танып қалады. Хизер оны тез оятып, жарық ұзаққа созылмайтындықтан кету керек екенін айтады. Олар жүгіре бастағанда шамдар сөніп қалады. Хэнк артта қалды, бірақ Грейстен сыныптастарымен бірге қашып кетуін өтінді. Құбыжық оларды ұстап алмақ болған кезде олар мұнараға көтеріле бастады. Грейс құлап қала жаздады, бірақ өзін ұстай алды. Ал Хэнк оған көмектесуге келді. Олар өрмелеуді жалғастыруда, бірақ жаратылыстардың бірі Хэнктің аяғынан ұстап тұрған кронштейнді жұлып алды. Хэнкке өрмелеу қиынға соғады, бірақ жаратылыстардың бірі оны шыңға жеткенше, қуып жеткенше ол бас тартпайды. Ол тайып кетеді, бірақ оны шәкірттері мен қызы құтқарады. Ал көп ұзамай күн Иккуді өлтіреді. Алайда түсініксіз түрде дауыл басталып, бәрі қараңғылыққа батады. Хэнк мұның соңы деп ойлап, қызын құшақтап, оны мақтан тұтатынын айтады. Олар бітті деп ойлаған кезде, күн қайта пайда болып, қала құбыжықтардан арыла бастайды. Олар аман қалып, бүкіл қалаға ультракүлгін шамдарды орнатып үлгерді. Ал Хэнк жаңа жұмысқа орналасты. Грейс қаладан кететінін айтты. Бұған дейін пошташы Грейс басқа қалаға жіберген дін сынамасын жеткізу үшін келеді. Сондықтан екеуі конвертті ашуды шешеді.